адамның арқауы екенін барлығымыз жақсы білеміз. Мен сіздерге қазір осы уақытқа дейін жеткен қазақтың ұлттық тағамдары ең көне рецепттер жайлы айта кететін боламын. Осы тағам мүмкін өте пайдалы, тойымды әрі диеталық тағам болып табылады. Құрамы ішек қарын, қойдың өкпе бауыры, күріш, тұз, пияз, бұрыш дәмдеуіштерінен ет түрінде жасалған шұжықтар. Пайдасы неде? Шұжықта темір өте көп, яғни шұжық анемияны жеңуге көмектесіп, қан жоғалтқан жағдайда ағзаға жақсы әсер етеді. Осындай сөздермен бұл тағам ұядан ұшқан құстай ұзатылып, әкесінің үйінен кеткен қызға беріледі. Ол тамақ жас қыздың ата-анасын терең және әсерлі мәнге ие сөздерін қамтиды. Қызым, біз сенің қасындамыз, сен әр қашанда біздің жүрегіміздесің, ал біз сенің жүрегінде. Оны дайындау оңай емес, ол үшін міндетті түрде ірі мал сойылады, сиыр немесе жылқы. Себебі тағамның басты ингредиенті жаңа сойылған малдың жүрегі. Екі жағындағы құлақшаларын кесіп алып, қаны әбден сорғыған жүректің жіңішкелеу жағын тіліп, ішіне сол қара малдың кесек еті мен майын ұсақтап туралап салынады. Сонымен қатар оған тұз және қалауынша дәмдеуіштерді қосып, ұнға бір айға салып қойыңыз. Белгіленген мерзім өткен соң, жүрек фольга немесе аспаздық целлофанда пісіріледі. Міне, жұмсақ, ғажайып дәмді тағамымыз дайын болды. Білетініңіздей, қатал далалы жағдайларда, әсіресе көшіп-қонып жүргенде, етті ұзақ уақыт сақтау өте қиын болды. Көшпелілер азық-түліктерді лақтыруға үйренбеген. Онда олар мүмкін қырылып та кетер еді. Өйткені мәзірдің 80% жануарлардан алынған өнімдер құрады. Сондықтан да олар барлық ішкі мүшелерді қоса, тұтас еттің әрбір бөлігін максималды тиімді қолдануға тырысқан. Малдардың кептірілген қалың қарындары суға толтырылған саба ретінде қолданылған. Ал қой ішектерін тіпті керемет дәм татып жасалған, оларды суға жуып, тұздап күн астына кебуге қалдырған. Осылайша заманауи сөйленген шетел ірімшігіне ұқсас ысталған ішек тағамы дайындалған. Бұл ғажайып тәтті тамақ әдеттегі қазақ мәзірінен орынсыз шығып кетті. Дегенмен, соңғы жылдары кейбір кондитерлер соған ұқсас азық-түліктерді, торттар және тәтті нандар пісіру үшін қолданылады. Алайда, нағыз түпнұсқалы балқаймақ толықтай дербес тәтті тағам болған. Той кезінде оны шайға батырып, балаларға денсаулықтары мол, денелері мықты болсын деп сыйға тартылатын. Онымен тіпті асқазан ауруларында емдеген. Сонымен, мұны не екенін білгіңіз келетін шығар. Шынында, оның рецепті өте оңай. Балғын майлы кілегейлерді түбі қалың ыдысқа жинап, отқа қоятын. Бірақ ол қайнамау керек. Тоқтамай араластырып отырып, жіңішке ағын мен гүлді бал мен ұн қосатын. Бұлардың барлығы бірыңғай алтын түсті қоспаға айналған соң, 10-15 минуттай уақытқа қоюлану үшін қалдырған. Одан соң суытып дастарханға тартылған. Бал қаймақты өзіңіз де пісіріп көріңіз, және мұның қаншалықты керемет, тәтті, жеп тоқтауға қиын болатын тағам екенін түсінесіз. Көне қазақ тағамдарында бешбармаққа альтернативаның болғанын көп адам біле қоймас. Ұннан жасалған өнімдер қазақ даласында әлі танымал болмағанда, ал кеспе туралы ешкімде әлі ойы болмағанда, бас қарын кез келген дастархан басында тұратын. Бұл тағам келесідей дайындалады. Қой қарына толтырылып, ет және қойдың басы салынады. Бірақ басты алдымен тазалап жуу керек. Осының барлығы ыстық көмір үстіне дайын болғанша бірнеше уақытқа қойылатын. Нәтижесінде өзінің хош иісті сорпасында қайнаған ерекше дәмді, жұмсақ және пайдалы тағам болып шығады.